Қош келдің. Мән берме, бұл жақын арада басылады. Сонымен бірінші сұрақ. Бір қосылған бір. Иә? Екі. Дұрыс емес. Иә? Мәдениеттер алуандығы? Өте жақсы, Саймон. Келесі сұрақ. 3 көбейтілген 3 неше болады? Иә? 9. Дұрыс емес. Иә, Пенелопа. Жыныстардың теңдігі. Өте жақсы, Пенелопа. Бұл не, қалжың ба? Жыныстардың теңдігін қалжың санайсың ба? Жоқ, бірақ біз қазір математика сабағында емеспіз бе? Сен олай расист болма. Мен жай сұрақ қойдым. Бұл жерде біз сұрақ қоймаймыз. Сұрақтар қорлауы мүмкін. Сонымен сендер зерттеу жұмыстарыңды орындадыңдар деп үміттенемін. Есте сақтаңдар, ең жоғарғы балл жинаған студент бүкіл әлемдік математикалық саммитте өзінің жұмысын таныстыру үшін Нью-Йоркке барады. Жақсы жұмыс, Пенелопа. 10-нан 6 балл. Саймон, сенде де 10-нан 6 балл. Ей, абайла, сен оған 10 секундтан бері қарап тұрсың. Неме? Әйелге олай 15 секундтан артық натуралға қарағандай қарау, бұл гендерлік теңдікті құдалаудың бір түрі. Натурал дегенде мен дәстүрлі емес жыныстық көзқарастағыларды қорлағым келмейді, ал дәстүрлі емес деп тарихи қалыпты салтты қорламаймын. Жақсы, түсіндім. Өкінішке орай күнім сол, сенің зерттеуің 10-нан 1 балл алады. Мен Фурьенің түрленуін, электроникадағы математикалық әдістерді қауіпті топтағы науқастардың электрокардиограммдарын талдау үшін, олардың жүрек талмасының ықтималдылығын есептеу үшін қолдандым. Иә, бұл жаңа әдіс, бірақ ол теориялық тұрғыдан мыңдаған өмірді құтқара алады. 7 балл. Сіз қарағанда жоқсыз ғой. Сен қызыл сияны қолдандың. Неме? Қызыл түс көптеген дін өкілдерінің сезімін қорлауы мүмкін. Неліктен сен бәрін бір түске келтіресің? Адамзат негізі бұл рухани сұлулық кемпір қосағы. Жарайды, 10-нан 7. Бірақ бәрібір саммитке мен бармаймын ба? Баға қою әлі аяқталған жоқ. Сонымен, біз теңдікке негізделген қоғамда өмір сүргендіктен, жалпы жиналған балдың саны барлық студенттерге теңдей бөлінеді. Сендер анық кемсітіп отырсыңдар. Өте жақсы жұмыс. Біз бәріміз теңбіз, бәріміз орташамыз. Сонда саммитке кім барады? Біз әлі теңдік бонусымызды есептеген жоқпыз. Сен білесің бе өзі? Дұрыс ескерту. Сонымен, Пенелопа, сен қызсың, бұл +1 балл. Алайда сен ақсың, сондықтан -балл. Мен сосын бисексуалмын. +1. Сонда сенің нәтижең 10-нан 6. Саймон, сен натурал ақ еркексің. Және цисгендер. Иә, сондықтан біз қосымша 4 балл кемітеміз. Нәтижесінде сенде 1 балл. Әділетті. Енді сен еркексің, сен маған ұнамайсың. Бұл қосымша -2 балл. Алайда сенің терің қара және түсініксіз ориентация. +2, сенің жалпы қорытындың 5 балл. Неліктен менде түсініксіз ориентация? Ақырында күнім сол. Мен геймін, транспын, азиатпын. Және менде артық салмақ бар. Кедеймін, ақымақтаумын, ұсқынсызбын. Және көкірегімде жүнім бар. Менен сиырдың еш шығады. Мен жүгіре алмаймын. Бауымды өзім байлай алмаймын. Және бір кездері көз алдымда аштық өлді.
Тамаша, күнім сол. Бұл 13 бонустық балл. Сенің жалпы нәтижең 10-нан 18. Жарайсың, күнім сол, сен Нью-Йоркке барасың. Алақай, күнім сол. Қолынан келерін біліп едім. Қане, қарайыншы. Ол жай ғана теңдік деп жазған, және қағазға жүректер салған. Ол сезімін білдірді, және бұл тамаша. Ол тіпті теңдікті қатемен жазған. Кемсітушілікке жол жоқ. Мұның математикамен еш байланысы жоқ қой. Сен сол өзіңнің математика, ғылымың, факттермен ақылдымын деп ойлайсың ба? Сезім деген қайда, а? Иә, сезім фактілерден маңыздырақ. Бұл дұрыс емес, сендер ақылдан айырылдыңдар. Сенде басқа пікір, және ол мені қорлауда. Өз пікірімді білдіруге құқығым бар. Ал біздің кемсітушіліктен қорғануға құқығымыз бар. Әрі ол маңызды. Егер сен бізді кемсітуді доғармаса, өзімізді қорғау мақсатында саған шабуыл жасауға хақылы боламыз. Сендердің хақыларың жоқ. Негізінде біздің бұған толық құқығымыз бар. Ал саған қорғануға тыйым салынған. Бұл ессіздік. Ұлы әлеуметтік теңдік идеясының құрбаны болуға дайындал. Күнім сол. Қош келдің. Мән берме, бұл жақын арада басылады.